Бүкіл қазақтың басында бар қиямет. Ол әрине кредит. Кредитті алған кезде қуанамыз, секіреміз, төлейтін кезде күрсінеміз. Кейбір жандар кредитті өзінің керегіне жарату үшін немесе пайдасына, кәдесіне асыру үшін алады, ал өкінішке орай кейбір жандар оны оңды да соңды да алып, ертең төлей алмай жүреді. Төлей алмағаннан кейін ол әрине жеке сот орындаушыға немесе коллекторларға өтеді. Ал олар өз кезегінде кәдімгідей атқа мініп алған ғой. Саған ғана емес, үрім бұтағыңа баяғы жүріп кеткен қызыңа звондап қаның шеді ғой. Шынымен де ше, сөйлескендері, төлемесең үйтші берем, бүйтші берем, пішту. Коллекторлар, жеке сот орындаушылар, кімдер болсаңдар да айтайын, халықпен сөйлескен кезде тілдеріңді тартып сөйлеңдер, біріншіден. Екіншіден, сендер заңды ішіп алған жоқсыңдар. Сендердің қойған арестеріңді шынымен де заң бойынша шешетін адамдардың бар екенін ұмытпаңдар. Және де сендер 25% біздің долямыз деп айтқанмен, оны просто ауадан жасап отырсыңдар ғой. Ақиқатын айтқанда ше. Сондықтан ағайын, егер сіздің шотыңыз бұғатталып қалған болса, сіздің шотыңызды коллектор немесе сот орындаушы бұғаттап тастады ма, онда менің анама хабарласыңыздар. Менің мамам, мені туған әйел, есімі Салтанат, сіздерге міндетті түрде шоттарыңызды ашып беруге көмектеседі. Осы күнге дейін де біразына көмектесті. Нөмірі 8701-596-5499. Ағайын, менің анам, есімі Салтанат. Жазыңыздар міндетті түрде.